Сәлеметсіздер ме YouTube каналымның супер көрермендері? Қазір сіздермен 5 минутта дайын болатын сочный салат жасаймыз. Керекті заттарды мен жазып қалдырдым. Бірінші кезекте капустаны осылай турап аламыз. Оған кішкене тұз сеуіп, жақсылап араластырып, бір шетке алып қоятын боламыз. Қалған заттар дайындалғанша капустамызға тұз сіңіп, өзінің керемет дәмін беріп тұратын болады. Одан кейін сәбізді де жақсылап осылай теркадан өткізіп, оған да кішкене тұз сеуіп, қалауларыңызша қызыл бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Қызыл болгарскімізді турап, пиязымызды да жақсылап турап алып, оған 2 ас қасық зайтун майын немесе пісте майын салып, кішкене ғана қуырып алатын боламыз. Ескертетін жайт, қатты қызартып қуырудың қажеті жоқ. Кішкене бір 2-3 минут тұрса жеткілікті. Оған дейін свекламызды алып, осылай сәбіз капустаның формасындай жақсылап турап аламыз. И укропты жақсылап турап, өздеріңіз қалауларыңызша, қаласаңыздар петрушка қосуға да болады. Ол да өте керемет салаттың әдемілігін кіргізеді. Мен осылай укроп қостым. Сосын кішкене ғана тұзды қосып, болгарскімізді, пиязымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Кішкене майын да қосып сала беріңіздер. Пиязбен қуырылған салатты керемет сочный болуына өз септігін тигізеді. Жақсылап араластырамыз. Бұл салат өте дәмді, сочный әрі витаминге толы салат. Байқасаңыздар, кез келген мезгілде табылуы өте оңай заттардан дайындалады. Сіздерден қолдау күтемін.